Күнгайлы болсын. Жанмол Шекербекұлы Рахматулла. Қазкентаудан Түркістанға барып жатырмыз. Жылдамдық шектеу белгісі тұр, 60 км деп. Одан соң ескерту тұр, камераға түсесіздер деп жылдамдықты асырсаңдар. Қазір біз сіздерге қызық көрсетеміз. Кентаудан Түркістанға барып жатырмыз қазір. Оранғай ауылы елді мекені. Мінекені бақылаушы камера. Жарайды дейік, ескерту бар. Келсеміз онымен. Қазір енді бергі өткештік. Заңды бұзбай бұрылысқа арналған жерден бұрылдық. Енді қазір Түркістаннан Кентау бағытына жүріп бара жатырмыз. Жаңағы камера, арттан түсіретін камера, соған жылдамдық шектеушісі белгісі қайда деген сұрақ бар. Қазір өздеріңізде куә боласыздар. Қазір алдымызда бір 300 метрден кейін жаңағы камера тұрады. Бірақ сол камера бар жайлы, қандай жылдамдықпен өту керек жайлы ешқандай мағлұмат, ақпарат жоқ. Мына жерде, осы жерлерде белгі болу керек. Қазір жылдамдығың түсір, 80-мен жүр, 60-пен жүр, немесе 40-пен жүр деген камера бар деген белгі тұр. Бірақ қаншамен жүру керек екені көрсетілмеген. Белгінің ақшасын әкімдер жеп қойған. Мінеки камера. Бірақ қаншамен өту керек екен түсініксіз. Міне осындай жағдай. Шөкеев Оранғай Кентауға қарай ма әлде Түркістанға ма? Соны анықтап, жылдамдық шектеуші белгіні кімнің жеп қойғанын біліп, және де соны қайттан орнына қоюды талап етемін. Түркістан Кентау бағыты. Тіке кететін болсақ, қазір Асшай ауылы. Солға кететін болсақ, Кентау. Оны мен білемін де, өйткені осында туылғам. Ал білмейтін адамдар, қонаққа келе жатқан адамдар қайдан біледі? Асшайға мұнда кетіп қалса не болады? Оны әкімді ол қызықтырмайды. Ең бастысы белгінің ақшасын жеп қойды. Қарын тоқ, уайым жоқ. Сен адасып кетесің бе, адасып кетпейсің бе, не болатыны Мақажановтарға маңызды емес. Шөкеев жаңағы Оранғайдағы Кентау бағытына келе жатқан жылдамдық шектеуші белгіні қойғызуды талап етем, және де Кентаудан Асшайға бұрылыс бар, жаңағы Күшатадан келе жатқандағы со белгіні тек қоюларын талап етем. Біз Кентауға міне Құдай берді кіреміз. Латын әліпбиі, латиница сауатсыздыққа алып келеді дейді көп адамдар. Мен келіспеуші едім, бірақ сол рас сияқты. Өйткені Кентау. Біз Кентауға келе жатырмыз. Ал мұнда не жазылып тұр? Кента Мынау латиницадағы деген әріп. Үстінен қойылғаны соны у деді. Бірақ оны да алып тастады, қазір Тоқаев. Ю. Қазақша и бар ғой, үсті жоқ. Сондай у. Мынау у емес, Мақажанов. Мынау у емес. Мына жерде қазір Кента деп тұр. Кентау емес. Сауатың жоқ болса, білетін адамдардан сұрасаң нетті, айтшы маған. Осың дұрыстаңдар, жаңағы Оранғайдағы жылдамдық шектеуші белгіні қойыңдар. Асшайға кететін жолда Асшайға қанша километр, Кентауға қанша километр бұрылысты көрсетіңдер. Және де осы жердегі әріпті ауыстырыңдар, сауатсыздар. Жанмол Шекербекұлы Рахматулла назарыңызда болған. Құрметпен.